Оқиға шиеленісті банк тонаумен басталады. Оны өте үйлесімді жұмыс істейтін команда жүзеге асырады. Команда мүшелері Лиаф пен Уилла ерлі-зайыптылар, Али барлау және іздеу маманы, Тиени аса білікті хакер және Флинн сенімді әрі тамаша көлік жүргізуші. Сол күні сол мекемедегі қауіпсіздік қызметкері Джефф үлкен көлемдегі ақшаны тасымалдауға міндеттеледі. Жағдай оның әріптесі, сондай-ақ ақша тасымалдауға жауапты Диннің отырғышындағы бомба жарылып, өлім қаупі төнген кезде күрделене түседі. Сол сәтте Лиаф оған кез келген кенет қозғалыс жарылысты тудыруы мүмкін екенін ескертіп, оқиғаның шиеленісін арттырады. Кейін команда ақшаны қашып құтылатын көлікке тиеді, бірақ дәл сол кезде Тиени оларға дабыл қосылғанын хабарлайды. Уақыт тарылып барады. Қысым күшейген кезде тағы бір қауіпсіздік қызметкері Винс қаруын суырады. Уилла оқиғаны бәсеңдетуге тырысып, олардың қарусыз екенін айтады, бірақ Винс Лиафқа оқ атқан кезде шиеленіс күрт өршиді. Күйеуінің жараланғанын көрген Уилла дүрбелеңге түсіп, есінен танады. Полиция күштері тез жақындағандықтан, Али Лиафты тастап, оны қауіпсіз жерге сүйреуге мәжбүр болады. Жылдар өтеді. Уилланың өмірі бұрынғыдан әлдеқайда тыныш. Ол Лиафпен қарым-қатынасынан туған София атты қыздың анасы. Олар қала маңындағы ауданда жергілікті дәрігер Карлмен бірге тұрады. Ыстық, шуақты күні Уилла үйінің алдынан Софияның бақта билеп, күлкіге толы дауысының ауада жаңғырғанын бақылайды. Бірақ кенет бұл қуаныш Софияның кенет құлап, есін жоғалтқан кезде тоқтайды. Жұмысқа кетуге жиналған Карл Софияға көмекке жүгіреді. Ол оны қолына көтеріп, бірден ауруханаға алып кетеді. Медициналық орталықта Карл жағдайды тез бақылауға алады. Анализдер жүргізгеннен кейін Софияның туа біткен жүрек ақауы бар екені анықталады. Бұл оны талып қалуға бейім етеді. Карл Уиллаға Софияға шұғыл ота жасау керектігін және оны құтқарудың жалғыз жолы үйлесімді донор табу екенін хабарлайды. Алайда оның қанын тексергенде нәтиже көңілсіз болады. Уилла донорлыққа жарамсыз. Сол уақытта сәтсіз тонауға қатысқан үшін ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылған Лиаф жағдайын түсінуге тырысады. Ол хабарласқан сайын байланыс күрт үзіледі. Көп ұзамай ол түрме бастығы Лок оның ақпаратқа және сыртқы байланыстарға қол жеткізуіне кедергі келтіріп жатқанын анықтайды. Азаптау, парақорлық және зорлық-зомбылықты қамтитын түрмедегі жемқорлықты әшкерелеуге тырысқан Лиаф журналистпен байланысуға әрекет етеді, бірақ Лок бұған жол бермейді. Ол Лиафты қозғалмайтын күйге келтіру үшін бір топ тұтқынға бұйрық береді. Ол әділет үшін күресінің өмірін бұзуы мүмкін екенін түсінеді. Ауруханада Карл мен Уилла Софияға донор іздеу үшін тынымсыз жұмыс істейді. Жүрегі ауырған Уилла Карлға Лиафтың тірі екеніне әлі де сенетінін мойындайды. Карл қызы үшін әлі үміт бар екенін айтып, оны жұбатқысы келеді. Бірақ шындық қатал, Уилла Лиафтан жылдар бойы ешқандай хабар алмаған. Осы ашылудан кейін Уилла өткенге бетпе-бет келіп, Лиафқа түрмеге баруға шешім қабылдайды. Келесі күні ол ауыр жүрекпен келеді. Жетекші офицер оны кездесуге ертіп барады, бірақ ол көргендеріне дайын емес. Лиаф көгерген және сынған сүйектермен ауруханада ес-түссіз жатыр. Драйден 2 күн бұрын басқа тұтқын оны соққыға жығып, ауыр жағдайда қалдырғанын түсіндіреді. Уилла естігендерінен шок болады. Локі оған жұмсақ сөздермен кешірім сұрайды, бірақ шынайы жанашырлық танытпайды. Ол Лиафтың қылмыстық топпен байланысы болғандығын айтып, шабуылды зерттейтініне сендіреді. Уилла сенімсіздік танытады, өйткені ол Лиафты жақсы таниды және оның мұндай адамдардан қорғау іздемейтінін біледі. Кетіп бара жатып, ол терең дем алып, батыл сөйлейді. Ол өзінің шынайы ниеті қызын құтқару екенін мойындайды және Лиафты ағзасын донорлыққа беру үшін уақытша босатуға арнайы рұқсат сұрайды. Локтың жауабы суық және өшпенділікке толы. Ол Лиафтың түрмеде әлі тірі болуының жалғыз себебі медициналық көмек екенін айтады. Бұл көмек жақында тоқтатылады. Суық күлкімен ол жақында Лиафты кез келген медициналық көмектен айыратынын ескертеді. Уилла сонша күшке ие және сонша аз адамгершілікке ие адаммен кездескенде жағдайдың ауырлығынан есеңгіреп қалады. Үмітсіздік артады, ол әрекет ету керектігін түсінеді. Сонымен ол ескі командасына қоңырау шалуға шешім қабылдайды. Келесі күні Тиени мен Флинн Софияға ауруханаға келеді. Уилла уақытты жоғалтпай, оларға қызының өміріне қауіп төніп тұрғанын айтады.
Бірақ ол түсіндірген кезде әрқашан күмәнданатын Флинн Уилланың оларды жаңа тонауға шақырды деп ойлайды. Қазір кибер қауіпсіздік саласында тұрақты жұмысы бар Киени бұл идеяны бірден қабылдамайды. Уилла таң қалады, ол Киени мен Флиннің соңғы операциясы сәтсіз аяқталғаннан бері байланыста болғанын біледі. Уақытты жоғалтпай, Уилла өз жоспарымен бөліседі. Ол Лиафпен қайта қосылуды ғана емес, сонымен қатар түрмеге басып кіріп, камада жатқан оны құтқару үшін көмек алуды көздейді. Ұсынысты естіген Киени қатып қалады. Идея қисынсыз, қауіпті және өте тәуекелді болып көрінеді. Бірақ Уилла бұл оның жалғыз нұсқасы екенін айтып, табандылық танытады. Әділеттілік Лиафтың медициналық көмексіз қалуына мүмкіндік берсе, тым кеш болады. Басқа балама жоқ. Келесі күні 3 әйел Уилланың үйінде кездеседі. Киени түрменің қауіпсіздік жүйесін тез және дәл бұза бастайды. Бірнеше секунд ішінде ол кіруге қол жеткізеді және логке байланысты құпия файлды табады. Содан кейін ол із қалдырмау үшін түрмеде информатор керек екенін түсінеді. Содан кейін ол түрмеге кітапханашы көмекшісін жалдап жатқанын айтады. Флинн бірден бұл нұсқаны қабылдамайды, өйткені ол сыйлы және үнсіз қызметкер болуға сенімсіз. Дегенмен жағдайдың қауіпті екенін түсініп, ол ынтасыз болса да қатысуға келіседі. Содан кейін Киени ауруханадан кіру жолдарын, камераларды және барлық бақылау жүйесін егжей-тегжейлі картаға түсіргенін хабарлайды. Бірақ сол сәтте Уилла Софияға қонаққа келген Алиді бөлмеден көріп таң қалады. Ол бір сөз айтпай, күтпеген келуден қобалжып, тез бұрылып кетеді. Флинн мен Киени қызу айтысып, шиеленісті күшейтеді, ал Али өкініш білдірген кейіппен Уиллаға жақындайды. Ол тонау кезінде Лиафты тастап кеткен үшін үнсіз кешірім сұрайды. Көп ұзамай Уилла мен Али кездеседі. Али осы қауіпті миссияға Флинн шақырғанын түсіндіреді. Бірақ Уилла түрмеге енетін тыңшы ретінде оған сенуге шешім қабылдайды. Алайда Али кез келген уақытта полиция үшін оңай нысана болатынын білгендіктен күмәнданады. Оған қарамастан Уилла Лиафқа ұсталмау және Софияны қорғаусыз қалдырмау үшін келмегенін айтады. Али Софиямен ауруханада қалады, бірақ Уилла келгенде қызының төсегінде Лиафтың суретін байқайды. Али оны София әкесін білсін деп қойған, бірақ оны көргенде Уилланың ішінде ашу пайда болады. Бұл мәлімет екеуінде заңды қауіпке душар етуі мүмкін. Али Софияның шындықты білуге құқылы екенін айтып, шешімін қорғайды. Кетіп бара жатып, ол өзі білетін Уилланың мұндайды ешқашан жасамайтынын айтып, көңілі қалғанын білдіреді. Ол кеткенде Карл Софияны жұбатуға тырысады, ал Уилла бәрібір көңіл күйі түсіп қалады. Кейін Карл Лиафтың Софияны құтқару үшін өз жүрегін донорлыққа беруге дайын екенін біледі. Бір сәтке оның үміті қайта оянады. Ол көмектесуді ұсынады, бірақ Уилла күдікпен және оны өз хаосына сүйрегісі келмей, оны қабылдамайды. Келесі күні Флинн жасырын адам ретінде түрмеге келеді және оны Анна деген лақап ат берген күзетші Драйденмен таныстырады. Ол түрменің күнделікті өмірі туралы маңызды ақпарат ала алады деп ойлайды. Сақтықпен ол шығу жолдарын зерттей бастайды, бірақ кенет Динмен кездескенде жүрегі қатты соғады. Күдіктенбеу үшін ол оны түскі асқа шақырып, өзін сабырлы ұстайды. Сонымен қатар, Уилла командасымен жасырын жерде тонауды жоспарлау үшін жиналады. Ол көшбасшы ретінде әр қадамды мұқият егжей-тегжейлі көрсетеді. Ол Флиннен түрме бастығының кілттерін алуды сұрайды, бірақ ол бас тартады. Күзетшілер әрқашан оларды өздерінде сақтайды. Ол оңайырақ балама ұсынады. Егер олар кілттердің анық суретін алса, оның көшірмелерін жасай алады. Жаңа жоспар бойынша Флинн Драйденге нағыз миссиясын жасырған кітап береді. Драйден одан суретті алады және Киениге жібереді. Флинн бәрі бақылауда деп ойлайды. Драйден оны кешкі асқа шақырады. Ол екі ұшты болса да, бұл оның жасырын өмір сүруіне көмектеседі деп ойлап келіседі. Бірнеше күннен кейін топ қайтадан кездеседі, бірақ жаңа қауіп пайда болады. Карл олардың жоспарын біліп қойған. Ол өзін сатқандай сезінеді және Уилладан түсіндіруді талап етеді. Али араласып, Лиафтың жүрегін алу үшін хирург керек екенін еске салады. Осыны естіген Карл одан әрі араласқысы келмей кетіп қалады. Бірнеше сағаттан кейін қонақ үй бөлмесінде Флинн мен Драйден жалғыз қалады. Олардың арасында тартылыс пайда болады, бірақ шиеленіс күшейген кезде Флиннің телефонына Киениден хабарлама келеді.
Оны оқыған Дин Флиннің Локтың қылмыстарын әшкерелегісі келетін тыңшы екенін біледі. Сонымен қатар, Али мен Уилла есірткіге тәуелділігінен лицензиясынан айырылғандықтан қазір қасапханада жұмыс істейтін дәрігер Оффпен кездеседі. Ол көмектесуге келіседі, бірақ ота үшін $100,000 талап етеді. Келесі күні Флинн медициналық қызметкерлер Лиафтың тамақтандыру түтігін ажыратуды жоспарлап жатқанын біліп, үрейленеді. Ол Уиллаға қоңырау шалуға тырысады, бірақ ол жауап бермейді. Ол көлікті жоспарға дайындаумен айналысып жүр. Уақыт тарылып барады. Үні дірілдеп, Уилла Алиге отбасын қайта көргісі келетінін және Лиафпен қайта қосылғысы келетінін айтады. Али оны үмітін жоғалтпауға шақырады. Жоспар іске асуы керек. Осы оймен Уилла көлікті іске қосып кетеді. Дәл сол кезде оған Флиннен шұғыл хабарлама келеді. Операцияны кідіріссіз дереу жасау керек. Команда әрекетке көшеді. Көлік жүргізушісі болып киінген Али түрмеге бір қорапты тасымалдап барады. Көліктің ішінде, жүк арасында бүркенші киім киген Уилла мен Тодд Лиафтың жүрек тінін алуға дайын отыр. Сапар ұзақ және шиеленісті. Кейіне жасырын жерден түрменің қауіпсіздік жүйесін бұзады. Бірнеше секунд ішінде ол кіруге рұқсат алып, Али тексеру бекетінен кедергісіз өтеді. Тұтқындар қораптарды түсіріп қоймаға орналастырады. Осы қолайсыздықты пайдаланған Уилла мен Тодд көліктен шығып, ортаға сіңіп кетеді. Оларға қажетті билікті беретін полиция формасын киген. Олар түрменің ырғағына қиындықсыз бейімделеді. Көп ұзамай олар Флиннді табады. Ол оларға Лиаф жатқан медициналық бөлмеге жолды көрсетеді. Онда олар Лок жіберген команда ретінде процедураны бақылауға келгендей кейіп танытады. Медбике Дебора күдіктеніп, растау үшін Локпен байланысады. Ол өзін оның көмекшісі ретінде таныстырған Кейнимен сөйлеседі. Кейни Локтың маңызды кездесуде екенін және оны мазалауға болмайтынын айтады. Дегенмен Дебора оны жеке көргісі келетінін айтады. Сонымен қатар Уилла мен Тодд хирургиялық құрал жабдықтарды дайындауға кіріседі. Шиеленіс күшейеді. Лиафтың жүрегін алу операциясы басталуға жақын. Басқа бөлмеден Лок Лиафтың түтігін ажыратуға дайындалады, бірақ ол кірген кезде Деборадан қоңырау келеді. Онда қазірдің өзінде қызметкерлер бар. Абыржыған ол тексеруге жүгіреді, ал Флинн бәрі жақсы болсын деп дұға етеді. Қашықтықта Драйден Локке қарсы дәлелдер бар флеш-дискпен пайда болады. Шиеленіс оны жаулап алса да, ол медициналық бөлмеге баруға бұйрық алған. Уақыт тарылып барады. Тодд Уиллаға Софияны құтқару үшін Лиафтың бүкіл жүрегін алу керек екенін түсіндіреді. Жаншылған Уилла Алимен кеңеседі. Шиеленісті үнсіздіктен кейін Уилла келіседі, ал Тодд тез әрекет етеді. Жүректі алғаннан кейін ол оны сақтау үшін мұз сұрайды. Уилла оны алып, бөлмеден қашады. Лок көп ұзамай келіп, жүректің жоқ екенін байқағанда ашуға келеді. Ол Драйденге оны кім алғанын білуді бұйырады, ал Уилла, Флинн және Тодд қашуға тырысады. Күзетшілер шығу жолдарын жабады. Лок оларды камералардан таниды және оларды ұстауға бұйрық береді. Тосын жағдай басталады. Қоршауда олардың шығар жолы жоқ сияқты. Бірақ Тодд оларға қашуға мүмкіндік беретін алаңдату бомбасын лақтырады. Олар біраз уақыт тұтса да, Лок олардың қозғалыстарын біліп қойған. Сыртта Драйден мен Флинн соңғы әрекет жасайды. Драйден егер ол Лиафты босатып, жүректі қайтармаса, Локтың қылмыстарын әшкерелеймін деп қорқытады. Лок бұған мән бермей, Драйденге оқ атады. Қарсы тұрудың ортасында Драйден Локты жаралап, ақыры өлтіруге қол жеткізеді. Қауіп жойылғаннан кейін Уилла қашу үшін Кейнимен байланысады. Олар шығуға қол жеткізеді, бірақ Али көмек алмай жатып жарақатынан көз жұмады. Соған қарамастан, София тірі қалады және өміріне оралады. Түрмедегі Уилла Карлмен бірге жаңа өмір бастап, шағын отбасын құрады және өткенін артта қалдырады.